Assalamualaikum күн, құрметті шолтушылар. Негізі анчейінде көп комментарий жазып отырады ғой. Трендке кетіп қалған видеолар, ананы көрсең де болады, мынаны көрсең де болады. Сол кезде уақыт болмай қалады. Бұл түс көру деген ойламаңыздар, бір комментарий оқыдым немесе бір WhatsApp-тан жазып қалды, болды, ойыңа келді айттың деп. Түс көру деген бұл ыңғайлық. Сіздер ойламаған жерден жазған нәрсеге ойламаған жерден жауап бере алмайсың. Оған ыңғайлық керек, ойлану керек. Сол себепті мен арнайы жаңағы видео салдым. Комментарийлар түстеріңізді жазыңдар, мен иншалла жауап беремін деп. Әншейінде жазатын халқым енді бұндайда дейсің ғой, жарайды. Сонымен бізде жазғандар бар. Солардың енді бірнешеуін оқып, талдап, түсіндіріп көрейік. Сонымен бірінші бізде түс жазып қойыпты дейді. Қайтыс болған жолдасымды түсімде көп көремін, Құран оқытып жатырмын. Ол бізде бірінші түс. Қайтыс болған жолдасымды түсімде көп көремін, Құран оқытып жатырмын дейді. Енді бұл жерде бір мәселе айтып кетейік. Қайтыс болған жолдасты түсіңде көру, бұл сіздің өзіңіздің сол кісіге, сол кісінің отбасына деген әлі де не дейміз, преданность, яғни берілгендігіңіздің белгісі. Бұны енді шариғатта бұны қалай аламыз? Бұны әрдайым айтамыз, шариғат бойынша сіз 4 ай 10 күннен соң қазақилықты аза тұту 1 жылдан соң сіз бос адамсыз дейді. Алла тағаланың өзі Құранда рұқсат беріп қойған. 4 ай 10 күндер күткеннен кейін әйелдеріңді қалаған ерлерге беріңдер деген. Сондықтан сіз егер 1 жылдан немесе 4 айдан асып кеткен, яғни қазақшылықпен айта берейікші, біз қазақ халқы өзі артығымен 1 жыл алып, ол бір сауапты іс, жақсы көреміз, сондай артында асын берді дегендей. Сол қазақшылықтан асып кеткеннен кейін сіз әлі де жолдасыңыз жайлы түс көріп жатқан болсаңыз, онда біліңіз, сіз өзіңізді қамап тастағансыз, өзіңіздің бостандығыңызды әйел ретінде шектеп тастағансыз деген сөз. Яғни сіз қиналып жүрсіз. Негізінде мысалы организммен алғанда әйел адам жолдасы өмірден өткеннен кейін 1 жылдан соң ол өзі де автоматты түрде келесі отношениеге негізі дайын болады. Сондықтан да ол көп адам, мысалы мен балам бар, немесе мен ешқашан бұл тұрмысқа шығу ол мүмкін емес, екінші рет мен кім алады деген нәрселермен өзін тежеп тастайды, өзін тиіп қояды. Сол өзін тиіп қойған себепті ол армандары түсінде орындала бастайды. Яғни оның армандары, қалаулары түсінде аздап оны мазалай бастайды. Сондықтан ол түсті көп көреді. Бұл бірінші жағдайда. Құран оқып отырмын дейді. Екінші бір мәселе бар, бұл жерде жолдасын әлі де күйеу ретінде қарау. Енді шариғи тұрғыдан алғанда әрбір өмірден өткен адам бұл сізге ешкім болмайды. Мысалы әкең әруағы жары болсын, немесе жолдасым тірі болғанда махаббатым менің бүгін осындай күн болды деген нәрсе бұл оған өтпейді деген сөз. Яғни мысалы сіздің жолдасыңыз жаны тәнін тастап кеткен сәттен бастап сізге бөтен болды. Оның ендігі әлемі басталды, ендігі өзінің есеп қисабы басталды. Сіз ол үшін өткен өмірінде жазылған дәптер болып қалдыңыз. Бірақ сіз тірісіз ғой, тірі болғаннан кейін енді сізге не істеу керек? Сіз соны түсінуіңіз керексіз. Өмірден өткен адам енді сізге ешкім емес. Ешкім емес деген бұл жерде ол сіздің болып жатқан өмірдегі сөздеріңізге, іс-әрекеттеріңізге, күнәларыңызға, сауаптарыңызға қатысы жоқ деген сөз. Енді бұл жерде әлбетте бала-шаға әкесі туралы жақсы айту, жолдасына құрмет ретінде бір жақсы амалдар жасау, бұл бөлек әңгіме. Біз сіздің түсіңіз жайлы осы түйіндерді айтып жатырмыз. Яғни түсті көру тоқтатында. Бұл жерде екінші мәселе, неге адам жолдасын көп түсінде көреді? Өйткені ол әлі оны күйеуім деп ойлайды. Әлі де менің күйеуім, мен оны жақсы көремін, мен оны ешқашан ұмыта алмаймын, мен оның қабіріне барып тұруға міндеттімін, оған Құран оқуға міндеттімін, ол дұрыс нәрсе. Бірақ бұны сіз оны күйеуім ретінде емес, артында қалған тірі жан, тірі ұрпағы ретінде. Яғни бізде ислам шарты бойынша бізде тікелей ұрпақтар бар және тірі қалушылар бар. Біз мысалы Құран оқығанда, Құран бағыштанда аты аталмай кеткен, аталып кеткен, жер бетін өмірден өтіп кеткен барша мұсылмандардың әруағына бағыштадық деп айтамыз. Неге айтамыз? Өйткені тірілердің міндеті бұл. Тірілер өлілердің, мұсылмандардың ұрпағы болып саналады. Осы дәреже тұрғысынан сіз әлбетте ол жолдасыңыз туралы жақсы ойлау, жақсы садаққа беру, Құран бағыштау міндетіңіз бар. Бірақ күйеу ретінде емес. Махаббатым менің, бүгін мен саған Құран бағыштауды ұмытып кеттім, кешір мені деген әңгіме болмау керек. Құрмет ретінде, балаларына әкесі ретінде құрмет ретінде болу керек. Бұл түсті тоқтатудың
экинчи маселеси болду. Үчүнчү bizde бул маркум күйөөдө түстө көрүүнүн тагы бир маселеси бар. Бул жалпы күйөөгө гана эмес, кез келген маркум жакындарыбызды биз эске алганда болуп кететін жагдай. Бул өлчөм деп аламыз. Бир нерсени өлчөп алуу. Ягни мисалы ретинде сиздин көңүл күйүңүз жок, жолдошуңуз киреді, сиздин көңүл күйүңүз көтөрүңкү, жолдошуңуз кубанып киреді деген сыяктуу маселе. Bunday жагдайда албетте бул өлчөм деген жакшы, бирок да буну жанагы айткандай ол кишини умутууга кедерги келтирет. Умутуу деген бул жерде тагы да айтабыз, бизде түстө максат умуттуруу, адамды эмес. Өйткөнү бул түс сизди көресиз, оған деген кайта махабатыңыз оянады, онан дагы көресиз, ол жок адамды үмүттене берүү ол жакшы эмес кой. Сиз тирүү болгондон кийин ары карай өмүр сүрүү керексиз. Сол себептен ол түстү токтотуу міндетimiz. Мындай жагдайда алдыңкы нерселерди иштеп аркылуу, яғни инструкция сизге бул жерде бул түстү көрүүчү. Оған деген махабатым, менің әлі күнге дейінгі күйеуім деген карым-катнашты токтотуңуз. Сиз тирүү жансыз, ол өзүнүн башка элемин баштап кеткен жан. Ол осылайынан жорулду. Келесі бизде түсүн жазыпты. Түсүмдө жолдашым эки колтук таяк сүйөнүп жүр экен дейді. Bir айта кетейик, ар дайым айтатын дәстүрлүү сөзүбүз бизде түш уруу сурак жооп аркылуу болот. Бул жерде биз ашыктап билип аткан жокпуз. Сондуктан да айтатыныбыз, бул кишинин жолдошу бар ма жок па согон байланыштуу. Эгер бул кишинин жолдошу өмүрдөн өтүп кеткен болса, ондай жагдайда бул башкача халде жорулат. Тирүү жолдошу деп биз иншалла ала берек. Тирүү күйөөдүн колтуктап кирүүгө, колтугуна балдак ұстап, балдакпен кетип бара жатуу. Бул адамдын bir жагынан бул жерде алайык, аяк кол деп алайык. Ягни түстө ашыктаган кезде адам балдакты не үчүн ұстайды? Адам балдакты мына эки аяктан жан кеткен кезде, эки аяк өзүнүн кызметин токтотуу, ягни кызметин аткаруу токтоткон кезде адам балдак ұстайды өмүрдө. Эндеше түсүңдөгү балдак ұстоо биринчи аякка байланыштуу болот. Аяк дегенибиз не? Аяк дегенибиз көмөкчү куралымыз. Аяк кол биздин көмөкчү куралымыз. Осы аяк кол аркылуу көптөгөн исимизди тындыра алабыз. Энди аяк колдун баламасы, символикасы түстөгү бизде өмүрдө не жардамчы сонун бирге? Биз не үчүн өмүр сүрөбүз? Бул албетте урпак. Урпак үчүн. Урпак деген бул жерде так айтабыз ким? Бул көп жагдайда бала чага болот. Және адамдын көмөкчү жолдоштору бул биринчи агайын туума туус болот, эт жакындар болот. Ягни бул жерде энди алып карайтын болсак, ол кишинин эт жакындарынан үмүт үзе баштаган биликсиз, жолдошуңуздун. Ол жерде сиз көрүп аткандан кийин мүмкүн ол сизге да катышы бар мүмкүн. Эгер онун жардамчысы сиз болгон болсоңуз, ягни түстү көрүп аткан айели, жолдошумду көрүп атам дейт. Ондай жагдайда сиз мисалы ол адамдын эгер жардамчысы болгон болсоңуз, эгер ол сизден көп нерсе мотивация алат болсо, немесе каржылай болсун, руханий болсун көмөк сиздин алып жүрөтүн адам болсо, эндиги халде сиз токтотуп койгон болсоңуз, өзүң билч, билгениңди жаса деген мамиледе болсоңуз, ол кишинин сагы сына баштаган белгиси. Бул жерде үмүт үзүлдү деп алдык. Неге үмүт үзүлдү? Себеби ол өздүгүнөн кыймылдап атыр. Ягни бул жерде ол киши аягым иштемей калды, көмөктесиңдер деп жаткан жок. Көпчүлүк адам солай көрөт. Колум сынып калды деп түстөрүндө жылап атат. Сиздики балдак ұстап алып, сол балдак аркылуу ол кыймылдап атыр. Бул эмнени билдирет? Ол мен энди өзүмдүн шаруамды өзүм бүтүрөм, эндигары сен мага жардамчы эмессиң деген билдирет. Бул жерде эгер айели сизден үмүт үзе баштаган болсо, онда ара катнашыңызды караңыз. Ал энди туускандар, агайын тумадан, бала чагадан үмүт үзүлгөн болсо, onu da карайбыз. Ондай жагдайда бул сиздин түс болгондон кийин сизге ишара, ягни сиз оған көп міндеттеме артып аткан болсоңуз, осылай исте, булай исте, сен бүйтпедің, сүйтпедің, өзгеріп кеттің. Оған сизге сигнал, сенің жолдашыңның қазір халі осындай. Оның сағы сынған, ол жанагы үміт туыстарына үміт үзе бастаган жагдайда жүр, сен оған колдоо билдир деген инструкция сизге болады. Келесі түс бізде, мен түсімде ұл босаныппын, ол ненің белгісі екен дейді. Енді ұл босану, қыз босану бұл бізде актуальный тема. Эфирге кіріп қалсақ, болды, қыз тудым, ұл тудым, егіз тудым деген сияқты мәселелер кете бастайды. Енді бұл жерде айтатынымыз, егер сіз, біз дәстүрлі айтатынымыз ол енді
балалыға үмітті болып жүрген болсаңыз, Құдай тағала ұрпақ перзент сыйламай жүрген болса, ондай жағдайда сіздің көрген түстеріңіздің барлығы қалау түстері болады. Қалау түс деген не? Қалау түс деген бұл сіз өмірде қатты армандайсыз перзентті болуды. Бірақ Құдай сізге бермеді. Сіз содан үмітіңіз үзіліп, түсіңізде өз қалауларыңызды жасай бастайсыз. Өйткені сізде қатты қалау бар. Ол қатты қалауды ешқай жаққа тығып жібере алмайсыз. Оны қайтсе де орындау керек. Оны өмірде орындалай алмаған адам қиялдайды. Қиялдай алмайтын адам түсінде көреді. Міне сіздің қарапайым ғана жауабыңыз осы. Ал егер сіз өмірде балаға қажет етпейтін ол қыздарыңыз бар, бала туу жасында емес, үлкен апа болсаңыз, бұл жақсы түс. Бұл сіздің ұнаған ісіңізбен шұғылданатын, жаңағы уақытты өткізе алатындай керемет жұмыс болатын белгісі. Бұл көп жағдайда кімдер көреді? Мысалы, кәдімгідей бала шағаны өсірумен уақыт өтті, оны емізу, тамақ беру, жүрген ауыстыру, садикке апару, мектепке апару, оның бәрінен босап қалған ата-ана түсінде осы нәрсені көрсе, ол тағы да бір сүйікті ісімен айналысатын белгісі. Міндетті түрде бала бағу емес, ол жақсы жұмысқа тұруы мүмкін, бір повар болып кетуі мүмкін, білмеймін, водитель, машина алған болуы мүмкін, сондай бір өзінің жаны сүйетін бір нәрсемен уақыт өткізіп өтетін белгісі. Қайтыс болған апамды көрдім, 1000 теңге жетпейді деп 1000 сұрады, іздеп тауып бердім, ағамның қалтасына түскен 100 теңге деп бердім дейді. Қайтыс болған апам деген бұл жерде енді қандай жағдайда? Апа деп біздің білетініміз батыста кәдімгі жасы 45-ке дейінгі немесе 30-ға дейінгі, тіпті 30-ның ішіндегіні де апа деп айтады кішкентайлар, кім мысалы 20 жастағы 25-тегін апа деуі мүмкін, 25-тегі 35-тегін апа дейді. Ол қандай апа екенін біз біле алмадық. Егер бұл біздің өңірде апа бұл әже, жасы үлкен әжемізді апа деп айтамыз. Бұл сондай бір апа болған болса, ол өзі сұрап жатыр. Бізде марқұмдың зат сұрайтын екі халі бар. Негізі марқұмдардың түске кіруі ол 15 шақты халде жорылады. Оның ішінде екі халі бар, затқа қатысты. Оның біріншісі беру, екіншісі сұрау. Беретіні сізге бұл жақсы, сұрайтыны ол кісіге деген жәрдемнің белгісі. Яғни бұл жерде қараңыз, сіз оған ол 1000 сұрап тұр, сіз 1000 бердіңіз, бірақ ағам қалтасындағы 100 теңге ғой деп айтып жатсыз. Осы мәселені қарайтын боламыз. Бұл жерде сіз 1000 теңге сұрады, 1000 теңге бергеніңізді айтпағансыз, бұл жерде сіз 100 теңге беріп жатқаныңызды айтып жатсыз. Бұндай жағдайда не болады? Ондай жағдайда енді бұл ескерту түс. Ескерту түс деген сіздің апаңыздың жаман адам екенін білдірмейді. Ескерту түс деген керісінше Алла тағаланың мейірімінің шексіз екенін, ол қандай да болсын құлдарын әрдайым жамандықтан құтқаруға, жақсылыққа жеткізуге мүмкіншілік ашып қоятын белгісі. Соның бірі осы түс арқылы сіздің апаңызға мейірім мүмкіншілігін ашып тұр. Ол қалай? Ол деген сөз апаңыздың былай алайық. Сіз оған Құран оқытып жатсыз, сіздің жақсы бір, ол сіздің әжеңіз болған болса, сіздің жақсы бір амалдарыңыздың барлығы оған да тиіп жатыр, сауап ретінде. Бұл жерде сіздің сауабыңыз азырақ болып тұр. Оның сол жақ дәптерін деп алайық, мәдениетті түрде оның сол жақ дәптері толып кеткен. Білесіздердің бойынша бізде 10 дәптеріміз сол дәптер, яғни бұл жерде амал дәптері деп айтылады, бар. 10 дәптер бұл сауаптар, сол дәптер бұл күнәларымыз, қателіктеріміз жазылады. Сондықтан бұл жерде ол кісінің сол амал дәптері толып кеткен, сіздің сауаптарыңыз сізден керек екенін, яғни сіздің көп инструкциясыға, егер сіз көп сауап беретін болсаңыз, ол көп сауап деген ол негізінде ниетпен өлшенеді, ол тиынмен өлшенбейді. 1000 теңге, 2000 теңге, 5000 теңге, жол салу, көпір салу ниетпен өлшенеді. Яғни бұл жерде крупный, үлкен емес, ниет. Сіздің ниетіңіз осы нәрсе 100 теңге берсеңіз, әжеме сауап болып барса екен дейтін болсаңыз, оның амал дәптерінің 10 жағының толып кетуіне сіз жәрдемші боласыз иншалла. Яғни бұл жерде сізге ескерту келіп тұр. Әжеңізге көп Құран оқытыңыз, көп сауап бағыштаңыз, әрбір жақсылығыңыздан, сіздің әдепті сөйлеуіңізден, ұрлық-қарлыққа күресіңіз дейміз. Мысалы, жол ақысын беруде, мысалы қалада тұратын болсаңыз, бұл да қазір бір кішігірім қылмыс болып кетті енді.
осы нәрселерді, яғни жақсылықты жасайтын болсаңыз, көбінесе жақсылықтарды жасайтын болсаңыз, немесе ниет қылып арнайы әжем үшін деп бір сауап қылатын болсаңыз, бұның бәрі иншалла ол кісінің оң жақтағы амалдардан тезірек толып кетуіне жәрдемі болады. Осындай инструкция. Бұл өте ұзақ түс, ал өздеріңіз оқып аласыздар, біз бірден жоруын алайық, себебі бұл уақыт алады екен. Енді машалла жауапсыз ханым. Мұндай түстерді негізінде сіз WhatsApp-қа жазсаңыз өте керемет ашықталатын еді. Ондай түстерге біз айтатынымыз бір-ақ ауыз сөз, хижаб киіңіз. Бұл түс неге сізге, яғни хижаб киіңіз, намаз оқыңыз, көңіліңізде не бар діни, соны орындаңыз. Бұл түс неге сізге кіріп жатыр? Себебі сіздің жан дүниеңіз исламға, иманға ашық, қарсы емес, және сізде өзіңізді кінәлау бар. Бұл түс сондықтан сізге кіріп жатыр. Яғни сіз өзіңіз ашық түрде исламға қарсы емессіз, ашықсыз, сол себепті сізге исламға дауға жүргізіп жатыр. Бұл оп-оңай. Сондықтан қияметтің әлемінде, қияметтің заманында өмір сүріп жүрміз. Шамаңыз келгенше хижабыңызды киіңіз, және де мұсылманшылықты қабыл етіңіз. Осымен міне бізде осындайдан жорулар болды. Бұндай жорулар сізге қызық болса, сіз менің арнамда міндетті түрде қарап жүріңіз. Егер комментарий ашық түс жору деген видеоны көретін болсаңыз, міндетті түрде видеоларыңызды, яғни комментарийларыңыз, түстеріңізді жазып қойыңыздар. Жақсылықта түс көрейік, жақсы түс көрейік.